Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Барлық материалдар тек ақпараттық мақсатта қолданылған. Есіңізде болсын, өзін-өзі емдеу сіздің өміріңізге қауіпті болуы мүмкін. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лептин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл тропикалық жеміс көптеген ауруларға ем. Ол туралы осы видеода толық көре аласыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Мамандардың кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, беттің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабетте, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы бар кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында с дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығыңызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталғанын сіз білетін бе едіңіз? Жалпы киви витаминдер қоймасы болып саналады. Оның құрамында орта пішінде 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасы 230%-ға өтейді. Мұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және басқа да байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Және де бұл киви тыныс алу үшін өте пайдалы. Зерттеулер көрсеткенде кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарының ауыртпалықты жеңілдетеді, демігуді арылтады. Сонымен қатар көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетін арылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді және де өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зиоксидин бар. Ол заттың жетіспеушілігін көру қабілетіне кері әсер етеді. Сонымен қатар киви туралы көбісі білмейтін деректерге тоқталайық. Киви жемісінің құрамындағы флавоноидтер мен каротиноидтердің онкоциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ның тоттанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория өте аз, май жоқ, дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп мөлшерде. Сол себепті де жүкті әйелдер кивиді күніне біреуден жеп отырған өте пайдалы болады. Осы кивидің қандай зияны бар? Енді осыған да тоқталайық. Кивиді қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркеуіне әкелуі ықтимал.
Бұл өмірде жалпы адамның денсаулығы басты құндылық екенін ұмытпағаймын. Сол себепті де әрдайым өзіміздің ішіп жеп тұтынып жүрген астарымыздың қаншалықты құнарлы, пайдалы екеніне баса назар қоюға шақырамын. Ас адамның арқауы демекші, әрдайым да пайдалы, дәруменге мол жемістерді, азық-түліктерді пайдаланып жүруді, тұтынып жүруді ұмытпайық. Сіздермен болған денсаулық зор байлық алжасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.